Ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim, ya Rabbim. Босағаңа келдім, я Раббым. Сен мұна дәрменсіз қолыңа рахмет. Мемлекет құрам деген арманымды іске асыру үшін жүріп келем, я Раббым. Бұл жолда алдымнан талай кедергі, талай залым, талай дұшпан шығады. Соларды күйрету үшін жалғыз саған сеніп, саған сыйынам, я Раббым. Аллам, жасырын, ашық, күллі дұшпанымды жою үшін сен маған күш қуат бере көр, я Раббым. Аллам, дұшпанды дос, досты дұшпан қылған сенсің, я Раббым. Халқыма, отбасыма бірлік пен тәртіп бер, я Раббым. Әлбетте білем. Арманы асқақ болғанның сынағы да қиын болады. Я Раббым, сен менің арманымды жүк қылма, өзің жар бол, я Раббым, өзің жар бол. Әрдайым тура жолдан таймауымды нәсіп ет. Дұғаларымды қабыл ет, я Раббым. Әумин. Әумин. Нәтижеге қарау керек. Бәрі біткен соң, бұл сарайды қорама айналдырам. Мақсатың мен мендігіңді жасыра тұр, досым. Солардың дастарханындамыз. Текфур, не дегеніңді бізде естейік? Кез келгенде білесің. Тағзым Османбек. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум әссәләм. Қош келіпсіңдер. Қане, жайғасыңдар. Егер сендер бір-біріңе қылыш қайрауды жалғастырсаңдар, онда Моңғолдың бізді қылыштап кетуі әбден ықтимал. Айтыңдар, бұл мәселені сұрастырдыңдар ма? Константинопольдегі танысым берген ақпарыңызды растап тұр, Османбек. Яғни, бұл шындық. Императордың қалайша бұлай істегенін түсінбеймін, Османбек. Бұл жерлерде келісім қанмен жазылады. Император өзін және билігін сендердің көмектеріңмен қорғағысы келеді. Сондықтан сендерді құрбан етті. Моңғолдар бізді таптап өтеді. Және мұның марапаты ретінде сендердің бастарыңмен жерлеріңді алады. Біліп қойыңдар. Бірақ ханшайым сіздің қолыңызда тұрғанда бұл келісім тәмамдалмайды, Османбек.
Олар Рим текфурлары өмірлері үшін бір түрікке қарыздар ма, Монголға шамамыз жетпейді деп ойлаймысың? Олар қабырғамыздан өте алмайды. Текфур Леон. Бұлай пәтуәсіз сөйлегеніңді монголдар естіп қоймасын. Сен сарайыңда тот басып отырғанда, монголдар түзде, тауларда тұрады. Онымен қоймай, менің қабырғамнан өте алмайды дейсің. Онда айтыңдаршы. Самарқанд, Кония және Бағдат. Ол жақта қабырға жоқ беді? Айтыңдаршы. Бірдеңені түсіндім. Сендер кіммен шайқасатындарыңды да білмейсіңдер. Бәрі әлбетте халық үшін жауапты. Бірақ ахуал белгілі, уақыт тығыз. Және бұл монголдар ешкімді аямайды. Таптап өтеді. Міне сол себепті кеш болмай тұрғанда сендерге айтарым мынау. Менің қарамағыма кіресіңдер. Егер келіссеңдер, сендердің халықтарыңды да